аяусыз жазалап жіберуі мүмкін. Омыртқамды біраз езіп жіберді, таңертең кешке дейін өмірлік көзқарасыңды да өзгертіп жіберуі мүмкін. Көзіме жас келген кездер болды. Киноның түсу барысында сондай азап шектім дейсіз ғой. Итқып жүргендер бар дейсіз. Итқып кететін дүниелер екінің бірі егіздің сыңарында кездесіп тұр ғой. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, белгілі актер Қайрат Кемаловпен бір рухани сұхбаттың сәті түсті. Өнерлінің өрісі кең дейді аға. Өнерпаз болу, өнерлі болу қаншалықты адам баласына жауапкершілік тартады? Жалпы өнер дегеннің өзі менің ұғымымда киелі ұғым. Қасиетті нәрсе. Қасиетті нәрсенің әрқашанда өзінің бір киесі болады. Сондықтан да өнерге келген адам ол рухы дұрыс болу керек. Өйткені қауіпті. Біздің ұстаздарымыз айтатын, марқұмдар қазір жоқ қой, үлкен ұлы актерлар, үлкен ұстаздар. Кішкентай кезімізде, шырақтарым, өнерге келдіңдер, өнер киелі нәрсе. Егер өнерге қалай болса солай немгетті қарап, құр күнкөрістің ғана құралына айналдырып, өнерге солай қарым-қатынас жасасаң, өнер аяусыз жазалап жіберуі мүмкін. Осыған сақ болыңдар, өйткені ол киелі нәрсе дейді. Сондықтан да өнерлі болып, сосын кейін бүкіл өміріңді өнерге бағыштап, оны ғұмыр бойы арқалап өту, ол санасында сәуле бар адамға өте үлкен жүк артатын дүние. Көп нәрселерді құрбандыққа шалуға тура келеді. Құрбандықтарға баруға тура келеді. Көптеген бір өзіңе тиесілі нәрселерден бас тартуға да тура келеді. Жалпы өнер құрбандықты талап етеді. Соған көнсең қалдың өнерде, көне алмасаң ертерек кетіп қалу керек. Сұлулықты, құрбандықты талап етеді дегендей. Иә, сол жаңағы біздің енді мынау театр өнерінің теориясын жазған ұлы Станиславскийдің өзінің айтатыны, искусство требует жертв. Өнер құрбандықты талап етеді. Жалпы сізді көпшілік қауым театр актер ретінде таныды. Әсіресе Қарағанды жұртшылығы Сұлу Сәкеннің театрындағы белді актер деп білді. Кейінгі жылдарда сіздің жаңа бір қырыңыздан көріне бастадыңыз, жаңа қырыңыздан біз тани бастадық. Сіз қазір кино актеріне ауыстыңыз. Жалпы кино актері менен театр актерінің өзіндік айырмашылық ерекшеліктері бар ма? Өте көп. Бұлай ойлап қарасаң, екеуінде де қойылар талап біреу ақ. Екеуінен де актерлік шеберлік талап етіледі. Сонан кейін актердің ішкі жан дүниесінің байлығы, оның арқалы тебіренісі талап етіледі. Талап ететін дүниелері біреу ақ. Енді осыны беру түрі екі түрлі. Жер мен көктей. Мәселен, мен көп жерде айтып жүрім, мынау кинода тура театрда қалай ойнаймыз, тура солай ойнап берсең, кинода енді ол күлкілі болады. Өте оғаш, өте бір ыңғайсыз жағдай болады. Ал театрда тура кинода қалай ойнайсың, солай ойнап берсең, 5 минуттан кейін, 10 минуттан кейін залда адам қалмауы мүмкін. Бұның енді, бірақ екеуінде де актердің ішкі тебіренісі, жан дүниесінің бұлқынысы, адам баласының ойнап атқан кейіпкерінің жан дүниесінде жүріп жатқан алапат сезім буырқаныстары осыны беру керек. Беру жолдары екі түрлі. Өйткені ол солай талап етіледі өзі. Түп тамыры біреу ақ. Біреу ақ. Бізде көпшілікте мынандай пікір қалыптасып жатыр. Қыз жібек киносы осы спектакль қойылымы сияқты елестетеді. Оның сыры неде? Ол бұлай болады. Мынау кейбір жағдайларда, мынау онан кейін өнер дегеннің өзі күн санап өсіп отыратын дүние ғой. Кезіндегі сонау ертеректе түсірілген кинолар.
Сонау ертеде алғашқы қазақ фильмін түсірген, мысалы үшін Амангелді фильмінен басталып көріп жүрміз ғой енді. Атамеке. Бері қарай сол уақыттарда түсірілген киноларда ол сол уақытта өте дұрыс қабылданды. Өйткені халықтың қабылдау жаңағы өзінің деңгейі сол. Өйткені соны керек етеді халық. Солай қабылдағысы келеді. Кішкене пафоспен көтеріңкі жаңағы шынайыдан гөрі кішкене өсіріңкіреп беру сол уақытта керек болды. Аудитория солай қабылдады. Аудитория солай болды. Ал енді ол әр нәрсе уақытында. Енді дәл бүгінгі күні 21 ғасырда олай ойнап берсең, бүгінгі көрермен оны қабылдамайды. Бүгінгі көрерменнің талап ету, қабылдауы бөлек. Сондықтан қазір көбінекей ойға, шынайылыққа, өмірдегідей естествен дейді ғой, шынайы. Осындай дүниеге қарай. Енді ол уақыт өзгертіп тұрады барлығын. А кезінде оны кінәлауға болмайды, ол кездерде сондай талап болды. Өйткені халықтың қабылдауы солай болды да, сол бағытта жұмыс жасалды. Енді сіз Қазақ хандығында Керей ханның образын сомдадыңыз. Керей хан болып біраз тебірендіңіз, толғандыңыз, сондай күй кештіңіз. Сол образдан шыққаннан кейін қарапайым тіршілікте Керейдің образынан кейін жай адам болып өмір сүру қалай екен? Қалай әсер етеді адамға? Әрине, мынау басқа менің әріптестерімде де солай болатын шығар. Мынау үлкен бір сүбелі образға түскенде, сонымен жұмыс жасағаннан кейін, сол жұмыстан кейін ол образды шығару барысында өте көп толғаныс болады, ізденіс болады. Оның тарихын, уақытын, заманын, дәуірін, оның ішкі жан дүниесінің бұлқынысын бәрін зерттейсің. Осының бәрін сонан кейін өзіңе сіңіріп барып ойнауға тырысасың ғой енді. Міне осыдан кейін ондай үлкен сүбелі образдар актердің өміріне де әсер етеді. Өмірлік көзқарасына ол әсер етеді міндетті түрде. Ал енді тікелей келіп айтсақ, Керей хан десек, Керей мен Жәнібекті санасының сәулесі бар қазақтың бәрі біледі. Қандай дәуірде өмір сүргені, қандай тарихи қиямет қайыммен бетпе-бет келгендігі, оның мойнында болашақ дүниеге әлі келмеген, енді келетін ұрпақтың тағдыр үшін ол кісілердің мойнына түсіп тұрған қандай жауапкершілік. Ал енді Керей сияқты, Жәнібек сияқты үлкен жүректі адамдар мінекей осындай тарихи уақиғамен бетпе-бет келгенде қандай толғаныста болу керек? Олар қандай шешім қабылдайды, қандай құрбандықтарға барылады. Міне осының бәрін бойыңнан өткізгенде, ол әрине адамның, актер ретінде адамның өміріне одан кейін мүмкін тіпті өмірлік көзқарасыңды да өзгертіп жіберуі мүмкін. Оған да көп өзгерістер әкелуі мүмкін. Бұрын байқамай жүрген көп дүниелеріңе басқаша қарауы мүмкін. Өйткені ол оңай дүние емес қой. Ал енді Керей десек, Жәнібек десек, ойлап қарап отырсаң, мен сол образда жұмыс істеп жүргенде, актер болып ойнап жүргеннің өзінде, ана кісінің қандай қиын жағдайларға, психологиялық қиын жағдайларға түсіп, екі оттың ортасында тұрғандағы ішкі жан дүниесін сезінгенде, көзіме жас келген кездер болды. Әруағыңнан айналайын-ай, адам баласы төзбес қиыншылыққа тап келген екенсің ғой, деп. Бұрын мүмкін үстіртін қарап жүрген шығармыз, сондай хандар болған, ой, о кісілер бүйткен деп жалпыламай ғана. Киноның түсу барысында сондай азап шектім дейсіз ғой? Сол киноның актер болып ойнап жүргенде қаншалықты қиыншылықты бастан кештік біз. Сонда ойлап отырған әріптестерімізбен әңгімелесеміз. Біз мынау актер болып ойнап жүргенде мынаған шыдай алмай қиналып жүрміз. Осылай өмір сүріп, бүкіл өмірін осылай өткізген адамдар, бұл не деген, бұлардың жаны темір ме, не деген сұмдық бұлар, деп қайран қалған кездеріміз болды. Үстіндегі сауыттың өзін айтсаңызшы дейсіз. Енді ол бір үстіміздегі Керейдің үстіндегі анау сауыт, темір сауыттардың бәрі өзі 30 килограммға жақын. Мысалы үшін өмір бойы күнделікті киіп жүрген киімі ғой жарықтықтардың. Біздің өзіміз соны киіп ойнап жүргенде менің енді омыртқамды біраз езіп жіберді. Таңертең кешке дейін 30 килограмм темірді көтеріп шығып жүр. Қазір енді бел ауырады, аяқ ауырады мысалы үшін. Рахмет.
Сіз Қайрат аға тек қана актер емессіз, сіз біздің ұлттық құндылығымызды, руханиятымызды қадірлеп, қастерлеп, оны аманат ретінде сақтап, ұрпаққа үлгі өнеге қылып жеткізіп жүрген асыл жандардың бірісіз. Бүгінгі таңда мына жаһандану дейміз, бүгінгі заман осы біздің ұлттық құндылықтарымызды жойып бара жатқан жоқ па? Осы өзіңіз жаңағы театрда, кинода сомдаған ұлы тұлғалардың образы, ұлттық құндылықтарды осы жаһандану дәуірінде қалай сақтап қалуға болады? Дұрыс, өте тамаша сұрақ. Бұл сұрақ мұндай ой толғамдар бізден де биік тұрған үлкен ойшылдардың, ұлттың ойшылдарын түгел толғандырып жүрген сұрақ. Мысалы үшін мынандай бір пікір қайшылықтары кездеседі кейде. Мынау біздің маңдайымызға жазылған дүние бұл. Европалық үлгідегі стандартты технократты өркениетте өмір сүріп даму. Одан ешқайда қашып құтыла алмайсың. Біздің жаңағы ата-бабаларымыз ғұмыр кешкен көшпелі дәуір, бұл көшпелі өмір салттағы өркениет, ол енді ол басқа әңгіме, ол үлкен әңгіме. Ал енді бүгінгі ұрпақтың маңдайына жазылған дүние мынау стандартты технократты цивилизацияда ғұмыр кешу. Ал енді осы стандартты технократты өркениеттің ортасында ғұмыр кешіп отырып, басқа жұрттан кейін қалып қоймай зөңгі қағыстыра отырып, өзіңнің ұлттық қасиеттеріңді, ұлттық дүние танымыңды, ұлттық ойлау формаңды деп айтуға болады. Жоғалтып алмаудың жолы бар ма, жоқ па деген дүниеге кейбіреулер мүмкін емес ол деген деп ойлайтындар да бар. Өйткені жан-жағыңның барлығы бір қалыпта кетіп бара жатыр. Оның ортасында отырып, олай болу мүмкін емес деп айтатындар бар. Ол мүмкін өзіңнің қалпыңды сақтап қалуға болады. Мынау көштен қалмай отырып, бұл көштің алдында отырып, өзіңнің ұлттық кейпіңді сақтап қалуға болады дейтіндер де бар. Мен оған бір әр уақытта бір мысал келтіріп жүрмін. Мысал үшін мына жанкешті Жапон деген халық бар. Бұл қазіргі мынау бүгінгі өркениеттің, бүгінгі мына технологияның ең озық алдында отырған халық. Әлем бойынша. Бүкіл технологиялық мынау бүгінгі жаңалықтардың ең алдында оқ бойы озып келе жатқан халық. Сөйте тұра, мен өзім көргем жоқ. Бір көрген азамат айтты. Мен қайран қалдым дейді. Ультрасовременный дейді ғой, Жапонның жігіті. Күнізін жұмыста болады, қызметте. Ол мына современный технологиямен жұмыс істейді. Осымен кешке үйіне келді дейді. Үйінде болдым дейді. Үйіне келгенде ас үйінде әйел енді тамағын дайындап отырады ғой. Соған кірмес бұрын ол жуынып, өзінің бөлмесіне кіреді екен. Өзінің бөлмесіне кіріп, кимоносы бар ғой. Кимоносын киіп, белін буып, бөлмесінде мынандай қабырғада үлкен меч самурайдың қылыш. Ол ата-бабасының рухы ғой. Сол ілулі тұрады екен. Сол жерге тізерлеп отырып, 5 минут, 10 минут сиынып, табынып, транс дейді ғой. Ана жаққа кетеді екен. 10 минут бүкіл ұлы бабаларының рухыменен тілдескендей жағдайға барып, сонан кейін шешініп келіп тамағын ішіп, әрі қарай таңертең тұрып, күнделікті жұмысына кетеді. Бұл осы Жапон халқы осы өркениеттің оқ бойы алдында отырып, әлем бойынша ұлттық дүниетанымы мен ұлттық қадір қасиетін сақтап көрсетіп отырған халық. Ол айтып отырған жоқ, олар соқырға таяқ ұстатқандай қылып көрсетіп отыр. Сондықтан мына заманда мынау жаңа технологияны түгел меңгеру керек. Бұл технологияның, бұл өркениеттің озық алдында болуымыз керек. Сөйте тұра, біздің өзіміздің ата-бабамыздан қалған асыл қасиеттерімізді, ұлттық дүниетанымымызды бірге дамытып отыруымыз керек. Өзімізден бір ел қалды. Рухани жаңғыру дегенде осы. Рухани жаңғырудың негізгі өзегінің өзі осы болса керек. Рахмет. Сіз әлемнің біраз елін шарладыңыз, Европаны да, шығысты да бәрін көрдіңіз. Шыныңызды айтыңызшы, сол елдердің бәрінен аралап келгенде түйгеніңіз осы қазақтың басқа ұлттардан, басқа елдерден айырмашылығы, жақсы жағы, жаман жағы.
осыны айтып берсеңіз. Мен жақсы жағын айтайын. Мен көп елдерді көрдім. Қазақ деген халықтың, біз енді өзіміз қазақ болғандықтан айтып отырғаным емес. Басқа жұрттарды көрдік. Басқа сырт көзбенен қаралғанда, қазақ деген халықтың бойында бүкіл дүние жүзі халықтардың ешқайсында жоқ қасиеттер көп. Ол жаңағы айтып отырған біздің ата бабамыздан қалған, қанымызда қалған, санамызда, рухани санамызда қалған дүниелер өте көп. Мен осын жоғалтып алмауымыз керек. Бірақ мысал айтайын, үлкен бір ойшыл ағаларымыздың айтқаны бар. Мынау кезінде Евразияның осы ұлы даласын кезіп жүрген жаңағы зерттеушілер, саяхатшылар, шетелдік болды ғой көп. Міне осылардың барлығы бір ауыздан бір нәрсеге қайран қалып жағасын ұстайды. Ол не? Ол мынау халық дейді. Мынау Евразия көшпелілері мемлекеттік өте жауапты, үлкен жауапты дүниені ауыз екі уәде арқылы жүзеге асыра береді. Ешқандай қағаз, доверенность, куәлік, ауыз екі уәде беріп, ант беру арқылы, анттасу арқылы, тіпті халық тағдырына байланысты үлкен мемлекеттік дүниелерді ауыз екі уәде ант арқылы жүзеге асырыла береді. Ол ешқашан бұзылмайды екен. Бұл не деген сұмдық халық? Қазақта антұрған деген жаман сөз бар. Антты бұзған адам, ол адам бұл қоғамнан шеттетіледі. Ант бұзған, антұрған адам, ол қарғыс атқан адам дегенмен тең екен. Ал өкінішке орай, дәл бүгінгі күні ант бұзбақ түгілі, ауыз екі ант бермек түгілі, уәдеңді орындамақ түгілі, нотариально заверенный нәрсеменен келіп сені итқып жүргендер бар дейсіз. Итқып кететін дүниелер екінің бірі егіздің сыңарында кездесіп тұр ғой. Ал анау әлемді таң қалдырған бұл көшпелілердің қасиеті. Бүкіл әлемді қайран қалдырған. Мүмкін емес ондай болуы. Ол мүмкін, біздің халықта мүмкін. Мені осындай айта берсек көп, қайталанбас, теңдесі жоқ ұлы қасиеттер біздің қанымызда көп. Осы солғындап, мынау технократты цивилизацияның көлеңкесінде жоққа айналып кетпесе екен деген тілек. Малым жанымның садағасы. Иә, жаным арымның садағасы. Жаңа өзіңіз айтқандай, жігіттің екі сөйлегені өлгені дейді. Жігіт ол қазақты сақтап тұрған қаһарман, ұлттың қорғаны. Сондықтан жігіттік мінез көрсетіп, жақсы сұхбат берген үшін сізге алғысымыз мол. Рахмет. Рахмет. Өздеріңе де рахмет. Алла істеріңе сәттілік берсін. Жақсылық болсын.